картошкамызды осындай кішкене май құйып қуырып жатырмыз, тек тұз салып. Бүгін біз картошка деген пирожки жасайын деп жатырмыз. Осылай картошкамыз пісіп қалған кезде осындай укропымызды қосамыз. Қатқып морозить жасайын. Укроп қоссаң сәл тәттілеу, дәмі басқашалау болады. Сосын қарабұш қосамыз. Қарабұш көптеу болған жақсы, тәттілеу болады. Осындай қамырымызды домалақ-домалақ қып кесіп аламыз да, қамырымызды осындай жұқа қып жайып алып, ішіне осындай картошкамызды саламыз. Картошканың ішіне қарабұрыш қосылған, кішкене тұз и укроп. Сосын сұйық май бар. Осылай езіп араласып, бәрін осылай бұрышасыз. Елкімен баспаған дұрыс, өйткені қатты оқып қалады, ішіктері. Сосын майға қуырып аламыз. Кішкентай болса, балдарға жеуге жақсы, дастарханға күшті көрінеді. Онда әдемі болып аламыз. Ama yükümlüsüz. Dostlar, kısıtlığa mayımızga osunda yeni salamamız. Piraşkimizi. Şimdi bayımına Şarkıda restoranlar etti. Sözler ben Osman 25 yılda Osman Kosay'ın dedim. Kadir yemek korktu şu. 25 yıldan buraya. Böyle. Ne? Ana ortasında durman. Ana. Baksın. Basından mı? Çok güzel. Nasıl ettiler mi lan Marat? Nasıl? Ayıp ettiniz. Marat da koydu. Baksan bak. Marat. Marat. Dostlar, пирожкimiz дайын болды. Жұмсақ, өте екі жағы да піскен. Біз үй жағдайынан пісіріп отқаннан кейін осылайошқан. Осылай пісіріп көріңдер, жеп көріңдер.